Prokuror burada ayıptau aktini okudu. Sonun içinde күдіктілердің, яғни сотталушылардың қатыгездікпен және де қатыгездікпен сонымен қатар адамдар тобымен ауыр қылмыс жасалынып отыр. Оларға қатысты міндетті түрде бұлтартпау шарасы үй қамақпен кепіл беріліп отыр. Бірақ заң жүзінде құрметті сот, қылмыстық процессуалдық кодексінің 148 бабына сай кепіл белгіленбейді. Біз ұмытпауымыз керекпіз. Бізде сотталушы адамдар департамент полицияның қызметкерлері 3 тергеуші және 2 инспектор. Сол үшінде олар осы соттың жүргізілуіне әсер етеді деп біз қазіргі таңда айтып отырмыз. Сонымен қатар құрметті сот, 23 жәбірленуші бізде осы жерде. Соның 4-еуі кәмелетке толмағандар. Прокурор мырза айтып отыр, айыптау актісін оқығанда айтты. Олар қылмыс жасағанда кәмелетке толмаған бала екенін білді. Ол не білдіреді? Олар азаптауды жалғастырды. Сонымен қатар ауыр қылмыс адамдар тобымен жасалған. Және де ең бастысы адвокат ретінде пікірім. Қазіргі таңда олар кінәларын мойындамайды. Сол үшінде оларға қатысты міндетті түрде бұлтартпау шарасын қамауға алу бұлтартпау шарасын қолдануды сұраймыз. Сот процесіне батысты айтайын. Сот процесіне ешқандай көңілім толмайды, ешқандай әділдік көріп тұрған жоқпын бұл жерден. Бұл жерде заң бір жаққа қарай істеп тұр деп ойлаймын, өйткені бізде тура осы Талдықорған қалалық сотында менің де сотым болған. Сондықтан тура бізде болғандай қылмыскерлігін сезініп, өз жауапшылығын алса екен деймін. Бұл кісілерді жауапсыз қалдыруға болмайды, қылмыстық жазаға тарту керек, өйткені басқа да патрульдік қызметкерлеріне сабақ болады. Өйткені бұл азаптау процесі бұл бірінші рет емес және соңғы рет емес, бұл келешек ұрпаққа сабақ болу үшін бұл кісілерді жазалау керек. Және де айтарым, бұл кісілер жаңағы біз танып жатырмыз деп жатырмыз ғой, бұл кісілер мойындамай тұр, жаңа 4 кісі мойындамай тұр деді ғой, біз танып отқан 4 кісі мойындамай тұр, өз қылмыстарын мойындамай тұр. Бұл кісілердің өз кінәларын мойындау керек емес. Өйткені біз 23 бала ол кісілерді көзбен көріп, жаңағы жұдырықтарын дәмін сезінген балаларымыз ғой. Біздің мысалы 25 адамның айтқан сөзіне сенбей, бұл 4 адамның сөзіне біз емес деген сөзіне қарап, енді сот шешім шығармайтын шығар деп ойлаймын. Жылым осы 8-9 январьдың ұстап алып кетті да, апарып 3 күн сол жерде болдым. 3 күн сол жерде. Түк ішкен де жоқпын, түк жеген де жоқпын. ДВД-да. 3 күн сол жерде полда жаттым, жерде қансырап. Әлімгейдің денемде бүкіл жарақаттар бар, 4 жерден перелом, мұрнымның бәрін сындырған, бас сүйегімді сындырған, іріңде отыр әлімгейдің емдейтін ешкім жоқ. Мен ондай жағдайымда жоқ, мен қарапайым адаммын. Біз сөйлейік десек, бізді сөйлетпейді мына жерде. Көп дұрыс. Ана сотрудниктардың, біз сол азаптаған адамдардың адвокаттары ғана сөйлейді. Не үшін екенін түсінбеймін, әлі де олар жұмыста жүр, біз қорқатын болдық олардан. Олар сол кезде сөйтіп істеген, қазір кім кепіл, олар жұмысқа маскамен келеді де бізге бірден кестей салады, болды. Бізді шынымен террорист қылып жібереді, болды. Оны төбедегілер білмейді.